Ала арқанның мәні қандай? Ала арқан, ала жіп. Ақ пен қара жіпті араластырып есілген арқан түрі. Дәстүрлі қазақ мәдениетінде ғұрыптық және моральдық этикалық символикалық мәні бар бұйым. Ол тоқтаусыз алмасып келіп отыратын күн мен түннің антиномиялық байланысын бейнелейді. Ала арқанның магиялық күші бар деп есептеледі. Сондықтан қазақта ала арқан мен ала жіпке қатысты ырым тыйым мен ала арқан мен ала жіп қатыстырылатын ғұрып көп. Ырым тыйым. Баланың кіндігі мойнына оралып тұншығады деп, аяғы ауыр әйелге арқан естірмеген және ала арқанды аттауына тыйым салған. Бойы өспей қалады деп, жасөспірім баланың керіліп тұрған ала арқанның астынан өтуіне тыйым салынған. Адам тұтынған заттың иісін сезген қасқыр арқанынан аттамайды, яғни қорадағы малға шабалмайды деген сеніммен бөріден қорғау үшін қотан сыртына ала арқан керіп қоятын сақтану шарасы магиялық ырым болған. Жылан ала арқаннан аттамаймын деп серт берген деген көне нанымға байланысты жар жайлауға көшіп, далада қонғанда айналдыра тасталған ала арқанның ішіне жатса, жын шайтан да, жылан да жоламайдымыз деп сенген. Ала арқанды ұрлауға болмайды, ұрланған жағдайда мойнына ала арқан түседі, деп ырым еткен. Қыз артынан апарған буылған жасаудың да арқанын кеспейді және қайта кетпейді. Әйтпесе, ұзатқан қыздың ырыс берекесі кетіп қалады мас. Сондай-ақ, жұқпалы індеттің шыққанын білдіру үшін ауылдың және үйдің кіреберісіне ала арқан керіледі. Ғұрыптар. Ала арқан не ала жіп қию. Бұл рәсім үш түрлі жағдайда орындалған. Біріншісі, дауласушы екі жақтың келісімге келіп бітіскенін бекіту үшін дауды шешкен би осы келісімді бекіту мақсатында ала жіп кесу рәсімін орындаған. Ала жіп кесу даудың тоқтағанын, шешілгенін, екі жақтың шешімді мойындағанын білдіреді. Екіншісі, ру қауымның демографиялық мөлшері тым артып, осыған байланысты жер тапшылығы айқын сезілгенде, 8-ші атадан әрі қарай бөлінетін келесі ру қауымдық топ пен бөлетін ру қауымның екі айырылысуын рәсімдейтін ғұрып. Үшіншісі, жас баланың жаңадан тәй-тәй жүре бастағанда орындалатын ғұрып. Сәбидің аяғына байланған ала жіпті кесу оның тіршілігінде жаңа кезеңнің басталғанын білдіреді.